Математикалық сиқырлы есеп. Есеп өте қызықты. Бұның бірінші шығару жолын көрсетемін, екінші бұл қалай шығатынын көрсетемін. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ешқашан ұмытпаңыздар. Бірінші тіркеліп алыңыздар. Есепте былай дейді. Кез келген саны ойлап көріңіз дейді. Сол санға 5 санын қосыңыз, 2-ге көбейтіңіз, 10 санын қосыңыз, 2-ге бөліңіз, алғаш ойлаған саныңызды азайтыңыз, 3-ті қосыңыз, нәтижесі қанша шығады дейді мына жерге келгенде. Енді біз ойымызша бір 10 деген санды алайық. 10 деген санды алайық. Сол санға 5-ті қосамыз. Яғни 15 болады. 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтсек 30 болады. 10 санын қосыңыз дейді. 10-ды қосамыз. 40 болады. 2-ге бөліңіз дейді. 40-ты 2-ге бөлеміз. Тең 20 болады. Алғашқы ойлаған саныңызды азайтыңыз дейді. Яғни алғашқы ойлаған саның 10. Тең бұдан 10 шығады. 3-ті қосыңыз дейді. Сонда 3-ті қосып жіберсек бізде жауабы 13 шығады дейді. Яғни жауабы Д жауабы. Сіздер бұның орнына міндетті түрде 10 емес, қалаған санды қойып қоя берсеңіздер болады. 20 ма, 15 ба, немесе 100 ба, қалаған санды қоя берсеңіздер болады. Бұл бір сиқыр сияқты. Бұл сиқыр емес, бұл жерде бір математикалық амал жатыр. Бұл қалай шығады? Енді сіздерге мен амалдарын көрсетейін. Біз ойлаған санымызды x деп алайық. X деп алайық. Сол санға 5-ті қосайық. Сол санды 2-ге көбейтейік. Соған 10-ды қосайық. Осы қосын барлығына 2-ні бөлейік дейді. Соны алғаш ойлаған саныңызды азайтыңыз дейді. Азайту x болады. 3-ті қосыңыз дейді. Енді өшелі қарайсақ, сыртындағы бөлу 2, яғни бөлу 2-ні бит жазсақ болады. Мына жерде өше салайын қазір. Мынаның астына мен бөлу 2 деп жаза салайын. Бәрі ғой, негізі былай қалсам. Сонда мына 2 мен 2 қысқарады да, қалады, мына 10 мен 5 қалады. Сонда бұл жақта қалатын нәрсе x қосу 5, x қосу 5, қосу 5, азайту x, қосу 3 деген нәрсе қалады. Сонда x пен x кетеді да, 5-ге 5 қоссақ 10, 10-ға 3 қоссақ 13 шығатын. Бұл жерде математикалық бір амал жатыр. Міне бұның сиқыры өшеді.